Сәлем достар, біз бүгін трайфал жасайтын боламыз. Ең алдымен керек заттар Творожный сырдың қажеті жоқ, оны ұзақ араластырсаң да болды. 10 минут па 20 минутта или санап араластырсаңыз жеткілікті крем болып шығады. Сосын қаландикке 5 минутта 20 минутқа қоясыз. Біздің креміміз дайын болды. Одан кейін арнайы осы крем салатын пакет аламыз. Ол кондитерский дүкендерде, базарларда болады. Біздің креміміз дайын болды. Енді осы кремімізді қаландикке 20 минутқа қоямыз. Енді біз глазурын жасайтын боламыз. Ең алдымен Қазақстан шоколадымыз өстіп бөліп шығамыз. Одан кейін сливкімізді құямыз. Сап болғаннан кейін от моншасына қоятын боламыз. Достар, біздің глазурымыз уже дайын болды. Глазурымыз, креміміз, осы бисквитіміз. Біздің бисквитіміздің өте жұмсақ, кәдімгі тәп-тәпті өзін жеп қарап жатырмын. Қараңыздар, өте жұқа болса да тәтті. Кәдімгі бисквиттің өзінде жасап қараңыздар. Кәдімгі бір андай булочки бар ғой, булочка андай коржықтың шоколадный түр сияқты өте тәтті. Жұқа болса да өте тәтті жасап көріңіздер. Біз бисквитімізді өйстіп қолмен уатып шығатын боламыз. Енді кремін құятын боламыз. Достар, кремімізді құйып болғаннан кейін, жан жақ болғаннан кейін қаландикке жіберу керек. Ал мен жадасып, үстіне сразу шоколадын құйып қойдым. Мынау біздің екінші трайфлымыз. Достар, біздің трайфлымыз дайын болды. Сіздермен болған Аружан. Осы видео астына түсіп, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Және де қызыл подпис бөлімінде көрсеңіздер, сырт түскен ұмытпаңыздар. Және де қасында 3 қоңырау тұрады. Және де вестеген бассаңыздар, мен әрдайым видеом көріп отырасыздар. Сау!